Доктор Ким зерттеуші, солтүстік және оңтүстік Кореяның біріккен күштері үшін ядролық оқтұмсық жасау жобасымен айналысады. Алғашқы көріністе ол теледидардан жерге қауіпті түрде жақын өтіп бара жатқан алып комета туралы жаңалықтарды көреді. Бұл комета әр 433 жыл сайын қайтып келеді. Бірақ бұл жолы қашықтығына байланысты оны көзбен көруге болады. Сол уақытта солтүстік және оңтүстік Кореяның әскери басшылары ядролық оқтұмсықты тапсыру жоспарын талқылап жатыр. Ол доктор Кимнің басшылығымен екі елдің бірлескен күшімен құпия бункерде жасалып жатқан еді. Алайда әлемдік көшбасшылардың тұрақты қысымынан кейін олар ядролық оқтұмсықты беруге мәжбүр болады. Оны таңертең басқа елге жеткізу жоспарланған. Бұл бастама елдер арасындағы бейбітшілікті орнатуға бағытталған. Бірақ солтүстік Корея майоры Кам бұл шешімге наразы. Сондықтан ол солтүстік Корея сарбаздарымен бірге доктор Кимді ұрлап кетеді. Себебі ол ядролық қару сақталған бөлімшеге кіруге мүмкіндік беретін кілт картаға ие. Түн ортасында ядролық оқтұмсық ұрланып, теңізге жеткізіледі. Қапастағы дүрбелеңнің ішінде доктор Ким де тұтқынға түседі. Көп ұзамай оңтүстік Корея сарбаздары бұл шабуылды анықтайды. Майор Пактың басқаруындағы әскери бөлім Кан мен оның сарбаздарын ұстау үшін жіберіледі. Келесі көріністе екі тарап Хан өзенінің ортасында кездеседі. Кенеттен қатты жарылыс естіледі. Бұл атысты бастауға себеп болады. Алайда олар дыбыстың жерге қауіпті түрде жақын өтіп бара жатқан алып кометадан шыққанын байқамайды. Осы құбылыс салдарынан қайық көзден ғайып болады, экран қараңғыланады, ал доктор Ким есін жиғанда өзін кең алқапта табады. Оның айналасында дәстүрлі киімдегі бірнеше адам жүгіріп жүріп шайқасуда. Кометаның атмосферада уақыттық жарықшақ тудырғаны белгілі болады. Бұл солтүстік Кореяның 3 және оңтүстік Кореяның 3 сарбазын, сондай-ақ доктор Кимді 1572 жылға лақтырып жіберген. Ал доктор Ким бұл жағдайға мүлде тап болғысы келмеген. Қазіргі уақытта Чосон дәуіріндегі корейлер мен журжен шапқыншылары арасында соғыс жүріп жатыр. Алғашында сарбаздар мұны әзіл деп ойлайды. Бірақ біреу оларға шабуылдамақ болғанда, олар шындықты түсінеді. Қарымта ретінде сарбаздар журжен жауынгерлерін жарылыспен өлтіреді. Бұл олардың қолбасшысын ашуландырады. Қолбасшы оларға қарсы шабуыл жасамақ болады. Бірақ атыс кезінде құлағына оқ тиіп, шегінуге мәжбүр болады. Жаулар кетіп қалған соң, бейшара Корей ауыл тұрғындары сарбаздарды қоршап алып, оларды құтқарушы ретінде көреді. Олардың қабілеттері ауыл тұрғындары үшін сиқырлы болып көрінгендіктен, олар сарбаздарға аспан жауынгерлері деген атақ береді. Сініксіз жағдайға тап болған сарбаздар түні бойы үңгірде қалып, демалуды шешеді. Пак Канға қаруын кезеп, барлық жағдайға оны кінәлайды. Даудың қызған кезінде доктор Ким екі жақты да сабырға шақырып, алдымен болашаққа қалай оралудың жолын табу керек екенін айтады. Бірақ одан да маңыздысы екінші дүниежүзілік соғыста қолданылған атом бомбаларынан 100 есе қуатты ядролық оқтұмсықтың жоғалып кетуі. Олар уақыттық жарықшақтан өтіп бара жатқанда, ол жоғалған болуы мүмкін. Кан осы оқтұмсықтың жоғалуына тікелей жауапты болғандықтан, оны қалай да тауып беремін деп уәде етеді. Бұл кезде журжен көсемі ұрыс алаңынан қашқан қолбасшыны масқаралап жатыр. Қолбасшы сарбаздардың ерекше күшке ие екенін айтса да, көсем оның қорқақтығын кешірмейді. Ол қолбасшыға арбалет беріп, оған аспан жауынгерлерін жойудың соңғы мүмкіндігін береді. Үңгірде бір қарапайым тұрғын сарбаздарды тыңшылап, олар ұйықтап жатқан кезде ұрлық жасамақ болады. Бірақ ақымақтық жасап, керісінше сарбаздардың жайлы ұйықтауына көмектеседі. Ол ақыры қолға түседі, бірақ болған шу ауыл күзетшілерінің назарын аударады. Нәтижесінде ұры мен екі сарбаз зорлық-зомбылық жасағаны үшін патшаға жеткізіледі. Кан мен Пак қарапайым халықтың киімін киіп, сот отырысын сырттай бақылайды. Ұрының есімі Асан деген жерден келген Ли Сун Син екені белгілі болады. Бұл есім Пакқа таныс болып шығады. Ол терең ойланып, бұл адамның болашақта Жапон басқыншылығына қарсы күресте шешуші рөл атқаратын әйгілі Корей қолбасшысы екенін түсінеді. Ли Корея тарихындағы ең ұлы жауынгерлердің бірі және ұлттық батыр саналады. Бірақ оны шынайы өмірде көргенде майор қатты таңырқайды. Өйткені ол тарихи кітаптардағы сипаттамаларға мүлде сәйкес келмейді. Патша Лиді және екі сарбазды металл шар деп ойлаған жарылғыш затты ұрлағаны үшін өлім жазасына кеседі. Түнде үшеуі түрмеге жабылады. Бірақ түн ортасында бір сарбаз оларға көмектесіп, қашуға мүмкіндік береді. Бұл сарбаз тек әріптестеріне көмектесіп қоймай, Лиді өзімен бірге еріксіз алып кетеді. Себебі Ли бұған дейін үңгірден қару-жарақ ұрлап кеткен, ал сарбаздар оны қайтарғысы келеді. Ли оларды өзенге лақтырдым деп сендіргісі келеді. Бірақ ешкім оған сенбейді. Пак оларға Лидің тарихта ұлы қолбасшы болғанын және мектеп оқулықтарында ол туралы оқығандарын айтады. Бұл жаңалық барлығын таңғалдырады. Олар көздерін ала алмай, алдында тұрған ақымақ ұрыға қарайды. Бірақ оның жауынгерге тән ешқандай қасиеті жоқ. Ли жағдайды пайдаланып, басқалар алаңдап тұрғанда қашып кетеді. Алайда, таңертең оянғанда, сарбаздар оның ауласында отыр, өздерін еркін сезініп, үйіне жайғасып алған. Олар оған тағзым етіп, генерал деп атап, кешірім сұрайды. Ли олардың өзін алдап жатқанын сезеді.
бірақ алтауына бірден қарсы тұра алмайды. Келесі күннен бастап Пак Лиді жаттықтырып, оны болашақта ұлы генерал болуға дайындауды өз мойнына алады. Ли бастапқыда абдырап қалады, бірақ ақыры қатал жаттығуларды қабылдайды. Бұл уақытта Кан мен Солтүстік Корея сарбаздары ядролық оқтұмсықты іздеуді жалғастыруда. Олар карталар жасап, ауылдың әр жерін тексереді, бірақ ештеңе таба алмайды. Бір күні таңертең, ешкім жоқ кезде, Ли бұрын ұрлаған қару-жарағын алып орманға бара. Ол олардың өте қымбат екенін біліп, болашақта сатып, ақшаға айналдырғысы келеді. Ол оларды ағаштың түбіне көміп тастайды. Бірақ бұл сәтті бір шаруаның кішкентай қызы байқап қалады. Қыз мылтықтарға қызығып кетеді, бірақ оны шоколад батончикпен алдап, қуып жібереді. Алайда бірнеше сағаттан кейін қыз орманнан мылтық ұстап шығады. Сол кезде сарбаздарды іздеуге жіберілген Журжен тыңшылары қызды байқап қалады. Олар мұнда сарбаздардың жақын жерде жасырынғанын түсінеді. Бұл уақытта Пак пен басқалары Иге құрмет көрсетіп, оған жақсы қарайды. Доктор Ким Идің өміріне араласуға болмайтынын айтады. Себебі бұл бүкіл елдің болашағына әсер етуі мүмкін. Бірақ Пак Идің нағыз жауынгерге айналуына көмектесу керек деп есептейді. Бір күні түстен кейін доктор Ким бәрін жинап, комета туралы жаңалық ашқанын айтады. Оның есептеуінше, бұл комета жерге соңғы рет 433 жыл бұрын жақындаған. Сондықтан олар 1572 жылға тап болған. Демек, комета тағы 4 күннен кейін келеді, және олар үйлеріне қайталы. Тек бір мәселе бар, комета өтетін кезде ауылдың қай жерінде болу керектігін әлі анықтаған жоқ. Түнде Пак өзінің сарбаздарының Идің заттарын қазып жатқанын көреді. Олар көптеген өсімдіктің тамырын тауып, Идің қарапайым саудагер екенін түсінеді. Сарбаздар бұл заттарды өртеп, Иге дұрыс жолға түсуі керектігін ескертеді. Оны бала сияқты көргендеріне ашуланған И ашуланып кетіп қалады. Біраз уақыттан кейін оңтүстік кореялық сарбаз оны тауып, өлеңін оқып тұрғандай кейіп танытады. Ол Иге болашақта қандай жетістіктерге жететінін айтып береді. И мазақтап күледі, оған сенбейді. Сарбаз шындықты ашып айтайын деген кезде, мойнына жебе қадалып, сол жерде өледі. Иді Журжен жауынгерлері қоршап, тұтқынға алады. Олар оны аяусыз ұрып соғып, азаптай бастайды. Қолбасшы сарбаздардың қайда екенін білгісі келеді. Егер айтса, оны тыныш өлтіреді. Айтпаса, өмір бойы азап шеккізеді. Сарбаздың кесілген басын көрсетсе де, И ештеңе айтпайды. Бірақ қолбасшы әлгі кішкентай қызды алып келеді. Оның өмірін құтқару үшін И таңертең сарбаздардың жасырын жерін көрсетемін деп уәде береді. Қолбасшы қызды босатады. Бірақ ол қашып бара жатқанда, оған жебе атып өлтіреді. Солайша Иге егер уәдесін орындамаса, оның да осындай күйге түсетінін ескертеді. Түнде бәрі ұйықтап жатқанда, Канг пен оның командасы Иді құтқаруға келеді. Сол кезде олар ядролық қарудың шатырдың ішінде жасырылғанын анықтайды. Миссия барысында олар Журжен мұрагерінің демалып жатқан бөлмесіне кіреді. Ол қыздан алынған мылтықты ұстап тұрады, және Кангқа оқ атпақ болады. Алайда Канг найзағайдай жылдамдығымен оны өлтіріп, Иді құтқарып кетеді. Таңертең Журжен қолбасшысы ұлының мәйітін тауып, қатты қайғырады. Ол кек алу үшін қашқындарды өлтіруге ант етеді. Бір жерде И қыздың әділетсіз өлімінен есеңгіреп қалады. Ол әкесінің және сарбаздардың әскери сынақтан өтіп, генерал болуың керек деген сөздерін қайта-қайта естиді. Осы күнге дейін өзін ештеңеге лайық емес адам деп санап келген И енді күресу үшін шынайы себеп тапты. Бұл кезде ядролық қару өздерінің қолына өткен соң, доктор Ким уақыт санағышының 10 минуттан 5 минутқа қысқарғанын байқайды. Бұл олардың өткен шақта 5 күн болғанын білдіреді. Себебі 1 минут өткен шақта 1 күнге тең. Осы мәліметтерге сүйене отырып, кометаның нақты өту уақыты мен орнын есептейді. Осылайша, сарбаздар өткен шақты өз күйінде қалдырып, үйлеріне қайтуға дайындалады. Сарбаздар қайтыс болған жолдастарының жаназасын шығарып жатқанда, ауыл тұрғындары орманда жасырылған қаруларды тауып, оларды әкеледі. Олар қыз үшін кек алғылары келеді. Ол жетім болғандықтан, бүкіл ауыл оны өз баласындай жақсы көретін еді. Басында майор Пак ауылға көмектескісі келмейді. Бірақ Канг оларға қосылғаннан кейін, өз ойынан айнып, көмектесуге келіседі. Ауыл тұрғындары мен заманауи сарбаздар соғысқа дайындала бастайды. Жоспар құру кезінде Канг пен Пактың арасында жанжал шығып, төбелес басталады. Оларды тек И тоқтатады. Ол екеуіне ауыл тұрғындарының өмірі олардың ұрысынан маңызды екенін түсіндіреді. Сол кезде Пак Идің болашақ генералға айнала бастағанын көреді. И бір күн бойы ауыл айналасындағы жерлерді зерттеп, дұшпандардың қай жолмен келетінін анықтайды. Ол жаудың өтетін тар жерінде жасырынып, оларды ондап жойып отыру жоспарын ұсынады. Алайда ауыл адамдары кәсіби әскерге қарсы соғысатынын ескерсек, олардың бәрі өліп кетуі мүмкін. Журжендердің шабуылына бір күн қалғанда, доктор Ким сағаттардың жылдамырақ қозғалып жатқанын байқайды. Бұл кометаның бұрынғыдан да тез жақындап келе жатқанын білдіреді. Демек, олар үйлеріне Журжендер шабуылдамай тұрып оралуы керек. Сарбаздар таңдау жасауға мәжбүр болады. Өз өмірлеріне оралу ма, әлде ауыл тұрғындарына көмектесу ме? Бастапқыда олар болашаққа қайтуға бел буады. Өйткені бұл шайқас И үшін аса маңызды емес. Кетуге дайындалған кезде
Пак Игеде қашып кетуді ұсынады. Оның болашақта Жапонияға қарсы соғысуы керек. Сол себепті бұл шайқаста өлуге болмайды. Бірақ бұл ұсыныс Идің ашуын келтіреді. Оны ақыры есінен таңдырып, өздерімен бірге алып кетеді. Барлығы жоспарға сай орындалады. Дегенмен солтүстік кореялық сарбаздар бір нәрсені түсінеді. Егер олар ядролық қаруды ұрлап, болашаққа қайтса, оларды өлім жазасы күтіп тұр. Соңғы сәтте Канг ойынан айнып, ауылды қорғауға оралуға шешім қабылдайды. Қалғандары да өз себептермен онымен бірге қалады. Олар тіпті алқаларын доктор Кимге тапсырып, оны отбасыларына қайтаруды сұрайды. Біраз уақыттан кейін қыңыр ит тұтқыннан қашып шығып, сарбаздар мен ауыл тұрғындарының жаумен шайқасына қосылады. Жау басқыншылары алғашқы шабуылды бастайды. Нәтижесінде ұзақ әрі ауыр шайқас басталады. Сарбаздар оқ-дәрілер мен жарылғыштарды пайдаланып, алғашқы топты жойып үлгереді. Алайда, жаудың екінші тобы арбалеттермен келеді, ауыл тұрғындарын кері шегінуге мәжбүрлейді. Көпшілігі шайқаста қаза табады. Жоржендердің жетекшісі көптеген сарбаздарды өлтіріп, топтың күшін әлсіретеді. Майор Канг та Иді құтқару үшін жебе қабылдап көз жұмады. Ақыры, жаратқан сарбаздардан тірі қалған жалғыз екеуі сержант Чхве мен Пак қана болады. Қатты шайқастан кейін дұшпандардың жетекшісі өлтіріліп, ауыл тұрғындары жеңіске жетеді. Басқа жерде доктор Кимге де жоржендер шабуыл жасайды. Бір күзетші оны қорғау үшін шайқасады. Ол граната жарылысынан өліп кете жаздайды. Бірақ дәл сол сәтте комета қайта пайда болып, уақыттық жарықшақты ашады. Осылайша доктор Ким мен ядролық оқтұмсы қайтадан қазіргі уақытқа оралады. Ол Корея генералдарына болған оқиғалар туралы есеп береді. Әскер басшылары уақыт саяхаты туралы әңгімеге сенбейді. Бірақ олар үшін ең бастысы ядролық қарудың қайтарылғаны. Жоғары шенділер ақырында оқтұмсықты тапсырып, екі ұлт арасындағы бейбітшілікті сақтауға шешім қабылдайды. Соңғы көріністе доктор Ким адмирал Иге арналған жергілікті мемориалға барады. Ол сарбаздарды және Иді сағынып, олардың тағдыры не болғанын білмегеніне өкінеді. Кадр содан кейін Мөннен бұғазындағы шайқас уақытына ауысады. Енді И генерал дәрежесіне жетіп, Жапон сарбаздарына қарсы соғысқа дайындалуда. Бұл шайқаста И небәрі 13 корейлік кемемен 300-ден астам жапондық флотты жояды. Оның бас флагманның бортында Пак пен Чхве бар, енді олар оның офицерлері.